Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Пайғамбарға салауат айту деген не? Біздің салауат айтуымызға пайғамбарымыз мұқтаж ба? Салауат сөзі араб тілінде береке, құрмет көрсету, тілек сияқты мағыналарды білдіреді. Ал діни терминде болса, салауаттың айтушыға байланысты мағыналары да өзгеріп отырады. Ақбас сүресінде сөзсіз Алла тағала және оның періштелері әрдайым пайғамбарға салауат етеді. Ей иман еткендер, сендер де оған салауат айтып, жан дүниелеріме сәлем жолдаңдар делінеді. Жоғарыдағы аятта білдіргендей, пайғамбарымызға тек адамдар ғана емес, Алла тағаланың өзі де және оның періштелері де салауат етеді. Сондықтан салауат Алла тағаладан болған жағдайда рахым ету дәрежесін көтеріп, мерейімін үстем ету, берекетке кенелту мағыналарын білдіреді. Ал періштеден айтылған жағдайда ізгі дұға және кешірім тілеу мағынасында қолданылады. Ал мұсылман үмбетінің салауат айтуы ардақты пайғамбарымыздың Алла тағаланың ерекше рахымына бөленіп, асқақ дәрежесінің одан әрі биіктеп, мерейінің үстем болуын тілеуі болмақ, яғни үмбетінің пайғамбарына деген ізгі тілегі. Салауат сан ғасырлар бойы жалғасып келген әрбір үмбетінің «Уа пайғамбарым, мен де сенің үмбетіңмін» деп көкірек кере қуаныштан жар салуының көрінісі. Салауат сан ғасырда артқа тастаса да, үмбетінің пайғамбарына деген түгесілмес сағыныш сазының әуені. Салауат үмбетінің оған бір қадам болса да өзінің жақын сезуінің шарасы болса керек. Үмбетінің әрбір істеген жақсылығының сауабы пайғамбарымыздың да амал дәптеріне жазылып отырады. Сол себепті оның Махмуд мақамы биіктеген сайын биіктеп, ақыретте көптеген үмбетіне шапағат ете алатын болады. Салауат арқылы пайғамбарға Алла тағаладан берекет, рахым тілеп, асқақ дәрежесінің одан сайын биікке көтеріліп, мейірімнің үстем етілу сұрауы оның ақыретте шапағатына кенелуімізге себеп болады. Үмбеті оған салауат айтқан сайын оның биіктеген дәрежесі одан әрі асқақтап, шапағат ету ауқымы кеңейе түседі. Пайғамбарымызға салауат айтқан сайын Алла тағала бізге 10 рет салауат айтады. 10 күнәміз кешіріліп, дәрежеміз 10 есе көтеріледі. Ұлы жаратушының рахымына бөленіп, күнәларымыздың кешіріліп, дәрежеміздің өсуіне себеп болар салауатқа пайғамбарымыз емес, керісінше біз зәруміз. Салауат айтудың артықшылықтары. Ибн Аты Алла елшісіне салауат айтудың маңыздылығына қатысты былай деген: дұғаның қабыл болуы үшін ықылас, шынайылық, жүрек тазалығы, дұғалар қабыл етілетін уақыт дұғаның басында, ортасында әрі соңында пайғамбарға салауат айтылуы қажет. Абдулла бин Масхуб былай деген: сендердің біреулерінің мұқтаждығы болып, Алла тағаладан сұраса, дұғасын Аллаға лайықты түрде мадақ айтудан бастасын, сосын барып пайғамбарға салауат айтып, қажетін тілесін. Дәл осылай жасау Алла тағаланың алдында қабыл болуға лайықтырақ. Алла елшісінің есімі аталған уақытта салауат айтпау сараңдықтың белгісі болып табылады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам салауат айту шариғатта уәжіптік күші бар амал. Ол діндегі құлшылықтың бітпес бір бөлшегіне айналған. Намазда, қажылықта, Құран оқығанда, сөз бастағанда, аяқтағанда, мәжілісте, мешітке барарда, қатты күйзелгенде, Алладан кешірім сұрағанда, үйге кірерде, бір нәрсені ұмытып есіне түсіре алмағанда, құда түсерде, ұйықтағанда, ашуланғанда, Алланы еске алғанда және де тағы басқа өмірдің қай жағдайында болмасын, Алланың елшісін еске алып, оған салауат айтуымыз тиіс екен. Әлбетте ол кісіге салауат айтуымыз ол кісінің бізге мұқтаждығын білдірмейді. Керісінше, біздің сол салауат арқылы дәрежеміз көтеріледі, үлкен сауапқа кенелеміз. Пайғамбарға салауат айтуды бұдан басқа игіліктері көп. Ол арқылы еселеп жауған Алланың мейірімі ісінде оңайластырылады. Кедейліктен, қиыншылықтан, аурудан, мұқтаждықтан құтқарады. Жүрегіне нұрды, өміріне берекені, игіліктерді алып келеді. Қияметтің машақаты, қабір азабы, махшар, мизан таразысы, сират көпірі, тозақ азабы сияқты ауыртпалықтан арашалап алады. Осымен бүгін сіздерге дайындаған ақпаратым тамам. Сіздерге пайдалы болатынына өте сенімдімін. Салауат айтуды ұмытпаңыздар. Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али Мухаммад. Осы бір кішкене сөзді күнделікті айтып жүру өміріңізді түбегейлі өзгертеді. Шын жүректен, шын көңілден айтсаңыздар, Алла сіздерге еселеп береді.
Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.